Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Жалпы ютуберлердің, тиктокерлердің өздерінің алтын кнопкаларын көрсетіп, не болмаса подписчиктердің санын көрсетіп, бәлен теңге тауып жатырмын деген сөздеріне сенесіздер ма? Мысалы, мен бұрындар ойлайтынмын, шын мәнінде осындай ақша тауып жатқан шығар деп. Қазір қарап отырсам, өзімде де ютубтан алған сабақтар бар. Қаншама сабақтар алдым осы 2 жылдың ішінде. Менің түйгенім жалпы адамда тұрақтылық болу керек екен. Қандай жағдайда болсын, не нәрсені жүргізгенде тұрақты жүргізу керек. Сонда ғана сенде сағаттар жиналып бастайды, сонда ғана YouTube өзі ретке шығарып отырады екен. Сол мен байқағаным, YouTube болсын, Instagram болсын, қандай саланы алсаңыздар да, ең бірінші тұрақтылық. Сосын мен сізде 10 күнге арналған арнайы жоспар болу керек екен. Кешегі бір Айшуақ деген блогердің әңгімесін тыңдап отырып, қарап отырсам, бір ай 17 күнде 4 кредитін жауып, денсаулығын жөндеп, салауатты өмір сүріп, солай жасап жатыр да, ол кісінің тұрақтылығын байқасам. Енді ойлап отырмын, жұмыспен қатар Instagram жүргізу, жұмыспен қатар жаңағы каналдар жүргізу оңай емес әрине. Бірақ тұрақты түрде егер сағатқа бөлетін болсақ, онда біз уақытымызды сағат-сағатпен әр нәрсеге бөліп қоятын болсақ, онда біз кәдімгідей шаруамыз, жаңағы жоспарымыз жүзеге асады деп ойлаймын. Ал ендеше сәттілік барлықтарыңызға да.